Ал халықтың белсенділігі жөнінде орталық сайлау комиссиясының әріптесім Ая Мүтәлі айтып беруге дайын тұр. Кеш жарық, Ая. Кеш жарық, Жалғас. Ая, соңғы ақпараттармен бөлісең, дауыс беруден қай өңір алда, кандидаттар қанша дауыс жинағаны туралы болжам қашан шығады? Жалғас, өзің білесің, экзит-полдың нәтижесі түнгі 12-ден кейін шығады. Сол кезде президент болуға үмітті 6 кандидаттың қанша дауыс жинағанын шамамен білетін боламыз. Жалпы қазір Қазақстан бойынша жұмыс істеген 10 мыңнан астам сайлау учаскесінің көбі 1 сағат бұрын жабылса, батыс өңіріндегі дауыс беру орындары бірер минут бұрын ғана жұмысын тоқтатты. Қазір еліміз бойынша дауыс санау жүріп жатыр десек те болады. Учаске қызметкерлері енді түнімен бюллетендерді есептейтін болады. Ал халықтың белсенділігіне тоқталатын болсам, соңғы мәлімет бойынша 69%-дан астам тұрғын, яғни дауыс беруге құқы бар 12 миллионға жуық азаматтың жартысынан көбі өз таңдауын жасаған. Бір қызығы, биыл ғана құрылған өңірлер саяси додада қатты белсенді. Жетісу облысының 81%, Абай облысының 80%-дан астам тұрғыны бюллетен алған. Түркістан облысының да 80%-дан астамы сайлауға қатысыпты. Ал елдің ең ірі қаласы Алматы дауыс беру жағынан таңертеңнен бері көш соңында келеді. Мұнда 28%-дан астамы ғана таңдау жасаған. Ал сайлау өтті деп санау үшін халықтың кемі 50% науқанға қатысу керек. Соның ішінде қай кандидат көбірек дауыс жинайды, сол президент болып сайланады. Осылайша ол елді 7 жыл басқаратын болады. Тағы бір айта кететін жайт, бюллетенде кандидаттардың есімінен бөлек бәріне қарсымын деген нұсқа беріледі, бірақ оны таңдаған күннің өзінде ол сайлау нәтижесіне еш әсер етпейді. Мұны орталық сайлау комиссиясының өзі айтқан болатын. Ал Қазақстан бойынша нақты қанша сайлаушы дауыс бергені туралы соңғы мәліметті орталық сайлау комиссиясы 1 сағаттан соң тағы жариялайтын болады. Мендегі бар ақпарат осы. Жалғас. Ая, толымды ақпараттарыңа көп-көп рахмет. Жаңалықтарымызды Айбат YouTube каналымыздан көре аласыздар, сондай-ақ Facebook, Instagram және Telegram парақшаларымыздан оқи аласыздар. Еліміздегі ең маңызды ақпараттарды жіберіп алмас үшін бізге тіркеліп, пікір қалдырып және достарыңызбен бөлісіңіздер.